Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай дайындалатын дәмді пицца әзірлейтін боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге жылы сүт қажет болады. Жылы сүтке тұз, қант, дрожжды жақсылап араластырып, бетін пищевая пленкамен жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағаттың ішінде дрожж осылай көпіріп шығады. Енді үлкенде ыдысқа сүтті құйып аламыз. Енді сүттің үстіне 3 ас қасығында оливки майын құямыз. Ұнды електен өткізіп салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды електен өткізіп салу міндетті, сонда қамырларыңыз жақсы көтеріліп шығатын болады. Барлық заттардың мөлшерін описанияға жазып қалдырамын, сол жерден көрсеңіздер болады. Дәл осылай әуелі лопаткамен араластырып аламыз, барлығын бірден салып жібермейміз, қамыр қатты болып қалмауы керек. Енді қолымызбен араластырып, қамыр илеп аламыз. Илеп алған қамырдың үстіне тағы да азырақ оливки майын жағып, осылай үстін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағаттай уақытқа қалдыратын боламыз. Енді осы арада біз пиццаға салатын сырды үкіштен өткізіп аламыз. Үкіштің үлкен көзінен өткіздім. Сырды міндетті түрде жақсы сапалысын пайдаланыңыздар. Не болмаса моцарелла қолдансаңыздар да болады. Не барлығын осылай өткізіп дайындап алдық. Енді кішкене көтеріліп шыққан қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Мен 2 үлкендеу пицца дайындайтын боламын. Егер сіздер кішілеу етіп дайындағыларыңыз келсе, 3 бөлікке де бөліп дайындасаңыздар болады. Менде листтің көлемі 34 сантиметр, соған дұрыстап жайып алдым. Сіздер кез келген өлшемде өздеріңіздің пештеріңіздің листіне қарай пісірсеңіздер болады. Енді кетчуп жағып аламыз, барлық жеріне бірдей етіп. Кетчуп не болмаса арнайы пиццаға арналған соустар болады. Соны да жақсаңыздар болады. Достар, менің арнамда тағы да басқа өте қызықты оңай рецепттер бар. Өтіп көрсеңіздер болады. Енді үстіне дайындап алған сырды салып шығамыз осылайша. Сыр қанша көп болса, сонша пиццаларыңыз дәмді болады. Оның да мөлшерін описанияға жазып қалдырамын. Енді үстіне кез келген өзіңізге ұнайтын шұжық түрін пайдалансаңыздар болады. Оны осылайша дәл видеодағыдай турап бетіне жайғастырып шығамыз. 200-220 градуста қызып тұрған пеште 5-6 минут уақытта пісіріп алатын боламыз. Келесі қамырды да жайып, дәл солай кетчуп жағамыз, үстіне сырды салып шығамыз. Сосын шұжық, мен тағы да сосиска мен болгар бұрышын пайдаландым. Оны да дәл солай үстіне барлығын салып шығып, қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Енді біздің пиццамыз тағы да өте әдемі болып шығу үшін, оның шетіне жағуға паприкамен суды араластырып алдым. Пиццамыз осылай пісіп шықты. Оның шетіне дайындап алған соусты осылай әдемілеп жағып шығамыз. Өте дәмді, өте әдемі, жұп-жұмсақ болып шығады. Шетіне жағып алған соус пиццамызды одан да әдемі етіп көрсетеді. Міне көріп тұрсыздар, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Екінші пісіп шыққан пиццаның да шетіне дәл солай соусын жағып аламыз. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, ешқандай артық зат қосылмайды.
Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, жаңа рецепттерді көріп баратын боласыздар.